Достар, мен сіздерге жағымсыз хабармен бүгін бөліскім келіп тұр. Бұл бүгін бізде жарқын промо 1990 теңгелік тарифіміз енді мүлдем жоқ. Яғни, қараңыздар, бізге бұдан алдын хабарлама келген болатын, 1990 теңгелік тарифіміз 2290 теңгеге ауысады деп. Енді бізге тағы хабарлама келіп тұр, сіздің тарифіңіз 3490 теңгеге дейін ауысты. Және астын сообщение қылып жазып қойған, сізге қолайсыздықтар аз болу үшін интернет топтама 25 гигабайтқа дейін артты. Қолайсыздықтың көкесін тудырды бізге бұл. Және YouTube және басқа да мессенджерлерге шексіздік акциясы ұзартылды уақыты. Ол ары кетсе 1 жыл ұзартылады. 1 жылдан кейін үстіне тағы ақша қосылады, еге болмаса шексіздікті алып тастайды. Болды. Сонымен ең арзан, Билайндағы қазір ең арзан болып тұрған тарифтік жоспар 3490 теңгеге ауысып кетті. Құттықтаймын. Біздерде қазір өте жағымсыз хабар. Бұл 3490 теңгелік тарифка енді апрель айының 25-нен бастап күшіне енеді екен. Оған дейін 2290 теңге төлейді, 25-не дейін. 25-нен ар жаққа қарап 3490 теңге абоненттік төлем төлейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, енді қосудың мүлдем мүмкіндігі жоқ. Бұл тарифке негізінен қосудың мүмкіндігі жоқ. Оған тек акциямен қосатын еді. Енді соның өзі 3490 теңгеге өсіп кетті, достар. Пайдаланыңыздар, достарымызбен бөлісіңіздер. Каналға подписка.